Менің арнама қош келдің. Видеоны көрмес бұрын арнаға жазылуыңды сұраймын. Бұл канал сізге ұнайды деген ойдамын. Мұнда әртүрлі торттар, тәтті бәліштер, тағам түрлеріне қатысты видеоларды таба аласыз. Арнадан алыстамаңыз. Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдіңіз. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Құралай Орынбасарова. Бүгінгі видеологта біз сіздермен бірге мынандай өте әдемі әрі дәмді сүтте үйренген лепешкалар әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің лепешкамызға қажет заттар. Бізге қажет заттар 1 килограмм ұн. Біз оны ұн илегіштің көмегімен өткіземіз. 10 грамм дрож, яғни аштықы, бетіне себуге кунжут және бетіне жағуға жұмыртқа және 1,5 қасық тұз. Сұйық май аздап керек, және де 250 мг сүт, 200 мг су қажет. Ұнымызды ұн илегішпен өткізіп аламыз. Ұн илегішпен өткізіп алдық. Енді сүтімізге суымызды құямыз. Бізде суда сүтте жылы болу керек. Сүт пен суымызды араластырдық. Енді оған аштықы саламыз. Және тұзымызды саламыз. Және ергенше біркелкі араластырамыз. Араластырып алдық. Енді біз мұнда сұйық майымызды құямыз. 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық, 4, 5. 5 ас қасық сұйық майымызды құйып алдық. Енді ұнымызды илеуге кірісеміз. Қолымыз таза болуы қажет, әрине. Және достар, келесі видеода қандай тағамның немесе торттың түрін көргілеріңіз келеді. Менің арнамда міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Мен әрбірлеріңіздің пікірлеріңізге жауап жазып үлгермесем де, барлықтарыңыздың пікірлеріңізді оқимын. Біз қамырымызды илеп біттік. Енді біз пищевой пленкамен бетін жауып қоямыз. Бір сағатқа ашығанша алып қоямыз. Біз қамырымызды жылы жерге қойған болатынбыз. Енді біз оны аламыз. Мінекей, көлемі ұлғайды. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды дөңгелетіп шығамыз. Біз қазір басқа қамырларымызды протеинге жасамайтын болғандықтан оны демалдыруға салып қоямыз. Жұмыртқамызды бір ыдысқа салып аламыз. Араластырамыз. Негізінде жұмыртқаны тек қана сарысын жағу керек деп айтып жатады.
бірақ сарысын жақсаңыз ағы қалып қойып жатады деген сияқты. Сондықтан екеуін де араластырып жағамын мен көбінде. Алып қоямыз. Біз қазір бір нанмен жұмыс жасайтын боламыз. Пергамент қағазын төсеп аламыз. Және қолымызды аздап қана майлап аламыз. Мінекей. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Ортасына қолымызды былай қоямыз, яғни ортасын дөңгелетуіміз қажет. Ортасына қолымызды былай қоямыз, ортасын дөңгелетуіміз қажет. Былай айландыра отыра. Және осы лепешкамыздың көлемін ұлғайтамыз. Қамырымызға жұмыртқамызды жағып шығамыз. Енді біз нанның бетін тесетінмен кесіп шығамыз. Бұндай жоқ болған жағдайда вилка қолдансаңыздар болады. Енді біз күнжутымызды сеуіп шығамыз. Мен күнжутты жақсы көремін, сондықтан көбірек себемін. Жақсы көрмесеңіздер, аз сепсеңіздер болады. Айналасын аздап қана себемін. Енді 220 градустағы пешімізге 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің лепешкамыз пісіп жатыр. 230 градуста тұр бізде пешіміз. Барлық нанымызды осылай пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің әдемі лепешкаларымыз дайын болды. Мінекей, өте жұмсақ. Нанды бір қолмен сындыруға болмайды дейді. Қазір сындырып көрсетемін. Сонымен достар, біздің мынандай әдемі әрі дәмді лепешкаларымыз дайын болды. Сіздер жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен Құралай Орынбасарова. Келесі видеоблогта жүздескенше.